Қайырлы күн. Бүгін Каспийдан жақсы жаңалық. Бізде жұмысшының төлемдерін Каспий арқылы алдын ала есептемей автоматты түрде жалақыны жазып қана төлем жасауға болады. Ол үшін осы налоги деген бөлімге кіреміз. Жаңадан қосылған. Егер ИП болсаңыз, осы ЗА-ИП деген бөлімге кіресіздер. Егер сіздер жұмысшы болса, ИП-да жұмысшы, ТО-да жұмысшы болса, ЗА работников бөліміне кіріп, мына жерде налоговая, кез келген налоговый таңдайсыздар. Кез келген емес, сіздер өз налоговыйларыңызды таңдайсыздар. Мен мына жақта кез келгенін таңдап жатырмын сіздерге видео үшін көрсетуге. Енді зарплата за октябрь. Егер сіз 100 000 теңге деп оған айлық беретін болсаңыз, мына жерде применить стандартный налоговый вычет деп тұр. Егер бір жерде ғана жұмыс жасайтын жұмысшы болса, осыны қосасыздар. Егер тағы қосымша жұмысы бар болса, қоспайсыздар. Применить льготы деп тұр. Ол жақта вычеттардың түрлері бар. Егер белгілі бір категорияға жататын болса, сіздің жұмысшыңыз, осыны қосасыздар. Көп жағдайда ол категорияға жататын жұмысшылар аз, сондықтан бұны қоспайды. Міне автоматты түрде есептеп шықты бізге. Пенсионный 10 000 теңге, социальное отчисление 3150 теңге, 100 000 айлық болған жағдайда осы